Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Азиза. Бүгінгі біздің пайдалы ақпаратымыз шоколад жайында болмақ. Сол себепті видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік, бүгінгі жалпы шоколадтың адам ағзасына пайдасы мен зияны туралы керемет ақпарат қозғайтын боламыз. Шоколад әлемдегі ең танымал десерт. Адамдар жыл сайын осы нәзік тәттіге 7 миллиард доллар жұмсайды екен. Ал сатылымдардың шегі күздің аяғында басталады. Зерттеушілер шоколадты біресе сиқырлы және емдік қасиеттері бар өнім деп мақтаса, біресе жағымсыз жанама әсерлерімен қорқытады. Шоколадтың бірнеше негізгі түрлері бар. Ащы шоколад какао майы және де ұнтақталған какаодан және қант ұнтағынан жасалады. Ащы шоколадтың пайдасы: ауыз толтырып айтарлықтай бұл десерт түрі кез келген адамға ұнай бермегенімен, бірақ оның құрамында қант аз болғандықтан және кілегей немесе сүт болмайтындықтан ең зиянсыз болып саналады. Ал көбісінің сүйіп жейтін тәттісі сүтті шоколад. Ол ащы шоколадтан гөрі тәттірек және калориясы көп. Сүтті шоколадтың құрамында ащы шоколадқа қарағанда какао аз. Ол ұнтақталған какао мен қанттан, какао майы және кілегей немесе сүттен жасалады. Бірақ алакөл өндірушілер шоколадтың бұл түріне соя қосады. Бұл өнімнің дәмі мен сапасына айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан шоколад сатып аларда оның құрамында назар аударуды ұмытпаңыз, және де онда соя болмауы керек. Шоколадтың тағы бір танымал түрі ақ шоколад. Оның сүтті шоколадтан айырмашылығы құрамында ұнтақталған какао жоқ болуында. Ақ шоколадтың бұл түрінің зияндылығы аса көп емес. Бұл тәттінің құрамында қант өте көп болғандықтан және оған әртүрлі қоспалар қосылатындықтан айтарлықтай пайдалы емес. Есіңізде болсын, сапалы шоколадты сындырғанда ол уатылмай шытырлауы керек, сондай-ақ тіске жабыспауы және қолда еремеуі тиіс. Шоколадтың пайдасы мен зияны туралы көптеген болжамдар бар, ал салмақ тастағысы келетін адамдар әдетте шоколадты бірінші болып рұқсат етілген өнімдердің тізімінен сызып тастайды. Бірақ мұндай қатаң көзқарас толығымен дәлелденбеген. Себебі шоколадты орынды тұтыну дене бітіміне зиян келтірмейді. Сондықтан өзіңізді сүйікті тәттіден күштеп бас тартқызбаңыз, бірақ күніне 30 граммнан артық жемеңіз. Сонымен қатар шоколадты зат алмасу процестері бәсеңдемей тұрып таңертең жеген дұрыс. Мысалы, швейцариялықтар әлемдегі шоколадты қатты жақсы көретін халық. Олар орта есеппен жылына шамамен 10 келі шоколад жейді екен. Бірақ шоколадты шектен тыс тұтыну қауіпті, себебі қанттың соққы дозасы қандағы глюкоза деңгейін бірден көтеріп жібереді, ал ол көмірсу алмасудың ауыр бұзылуына әкелуі мүмкін. Сондықтан шоколадты плиткасымен бірақ жеп тастамай, кішігірім бөліктерден жеп рахат алуға тырысыңыздар. Өздеріңіз білетіндей, шоколад көңіл-күйді жақсартады деген кең таралған пікір бар. Және бұл шындық, өйткені ағза тәттіге бақыт гормонын, серотонин және эндорфиндерді, психологиялық стрессті және ауырсынуды жеңілдететін жақсы өндіру арқылы жауап береді. Ең бастысы, бұл антидепрессантты артық мөлшерде жемеу керек. Оның үстіне шоколад жеп көңіл көтергеннен кейін қосылған артық салмаққа қуанатыныңыз екіталай. Сонымен бірге шоколадтың ащы және сүтті шоколад құрамында теобромин, яғни жүйке жүйесіне қоздыру арқылы әсер ететін алкалоид бар екенін ұмытпаған жөн. Бұл зат ағзаға шамадан тыс түспеу керек. Мысалы, какао ағаштарының өсу уақыты 200 жылға жетуі мүмкін, бірақ жеміс беру мерзімі тек 25 жыл. Ал шоколадты диеталар дене бітімді сақтаудың ең жақсы жолы емес, себебі адамдар өзін қарапайым көмірсулар мен майлардан шектеу және жеткілікті ақуыз мөлшерінен, сондай-ақ тағамдық талшықтар мен минералдардың жеткілікті мөлшерінен бас тарту арқылы ұйқы безіне қауіпті жүктеме түсіреді. Сондықтан денсаулыққа мұндай күмәнді тәжірибелер жүргізудің орнына жағымды бонус ретінде теңдестірілген диеталық рационыңызға аз мөлшерде шоколад жеуді қосыңыз. Жалпы біз сіздермен бүгінгі шоколадтың пайдасы жөнінде айттық, енді оған қарсы көрсеткіштер, яғни зиянды жақтары. Әрине, барлық шоколадтың пайдалы қасиеттерімен есте сақтауға және қарсы көрсетулерге назар аудару керек. Ащы шоколад балаларға беруге тұрарлық емес, ал диабеті бар науқастар өздерінің диеталарынан бұл өнімнің барлық түрлерін шығарып тастауы керек.
Шоколад ұзаққа созылған пайдалы ем. Оны қолданыңыз, жақсы көңіл-күй сізді қалдырмайды, бірақ денсаулыққа пайдалы болады. Бүгін сіздермен шоколадтың пайдасы және де оның зияны туралы айттық. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Біздермен болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.